Өмір қызық, күтпеген жерден тосын сыйлар дайын тұрады. Бірақ адам оған дайын ба? Өмірдің қызығы да сол, тек жақсылық бола берсе адам бақыттың дәмін ұмытады. Арасында сүйген құлына Алла тағала қиындықтар жіберіп, бақыт деген ұғымның мәнін келтіріп қояды. Білесіз бе, қиындық түскенде көбісі сабыр сақтамайды, эмоцияға беріледі, артық асылық сөздер айтып қояды, терең үңілмейді. Солай Алла жіберген сынақтан лайықты түрде өте алмайды. Қиындық пенде сабақ алу үшін келеді. Алла адамды бұрынғыдан мықтырақ, ақылдырақ, күштірек болсын деп сынайды. Шынайы сенім шыңына шықсын дейді. Өмірде бәрі біз қалағандай бола бермейді. Оны қабылдау керек. Сондай сәттерде мен әрдайым еске түсіремін. Бұдан мен қандай сабақ алуым керек? Алла маған нені түсіндіргісі келді? Не қателік жібердім? Нені үйренуім керек?